Достар, сіздермен бірге доктор Ибрагимова. Бүгінгі тақырыбымыз гипотиреоз туралы. Мүмкін күнделікті өмірде гипотиреоз, гипертиреоз ұғымдарын еститін шығарсыздар. Гипотиреоз бұл қалқанша безінің аурулары кезінде кездесетін клиникалық синдром. Бұл диагноз емес. Гипотиреоз қалқанша безі гормондарының организмде төмендеуі. Қалқанша безі гормондарының бөлінуі бізде гипофиз, гипоталамуспен реттеліп, гипофиз, гипоталамуста бөлінетін тиреотропты гормонмен реттеліп отырады. Организмде қалқанша безінің гормондары төмендеген кезде тиреотропты гормонның деңгейі жоғарылайды. Гипотиреоз кездесетін аурулар тиреоидит Хашимото кезінде болуы мүмкін, және зоб кезінде, гипофиз аденомасына операциядан кейін, гипофизге операциядан кейін, гипоталамустың дисфункциясы кезінде гипотиреоз пайда болуы мүмкін. Клиникалық көріністері үш кезеңмен өтеді. Біріншісі субклиникалық кезең. Екінші кезең манифестный кезең, үшінші бұл асқынулар болуы мүмкін. Субклиникалық кезеңде қан анализінде тиреотропты гормонның жоғарылауы БОСТ4-3 гормонның аздап төмендеуі немесе қалыпты болуы мүмкін. Клиникалық белгілері әлсіздік, шаршағыштық, ұйқышылдық, дауыс тембрінің өзгеруі, шаштың түсуі, шаштың сынғыш болуы, іштің қатуы, тәбеттің төмендеуі байқалуы мүмкін. Екінші кезең бұл манифестный кезең. Бұл кезеңде қан анализінде тиреотропты гормонның деңгейі жоғарылайды және БОСТ4-3 гормон деңгейі төмендейді. Бұл кезеңде клиникасы айқын бола бастайды. Науқас төмендегі шағымдарға қоса ол ісінуге, артық салмақ қосуға, тәбеттің төмен болуына қарамастан артық салмақ қосуына, психологиялық өзгерістерге, стресске бейім болуына, депрессия, апатияға, периорбитальды ісінулерге, жалпы дененің анасаркаға дейін бүкіл ісінуіне, дауыс тембрінің өзгеруіне, шаштың түсуіне, шаштың сынғыш болуы, терінің құрғақ болуы, терідегі суық терге шағымдануы мүмкін. Науқаста брадикардия белгілері және беткейлі тыныс байқалуы мүмкін. Бұл кезде бірінші болып эндокринолог дәрігерге қаралған жөн. Эндокринолог дәрігер сізге қан анализіне, қалқанша безінің ультрадыбыстық әдіске зерттеуге жолдама береді. Қан анализінде ТТГ гормонына, БОСТ3-4 гормонына, антитела пероксидазаға, тиреоидті гормондарға, антиденеге жолдама береді. Қан анализінде анемияның белгілері болуы мүмкін. Биохимиялық анализде холестериннің деңгейі жоғарылауы мүмкін. Тығыздығы төмен липопротеидтердің деңгейі жоғарылауы болып, тығыздығы жоғары липопротеидтердің деңгейі төмен болуы мүмкін. Және қан анализінде тиреотропты гормонның жоғарылауы және БОСТ4-3 төмендеуі байқалатын болса, қалқанша безіне ультрадыбыстық зерттеу әдісіне жолдама беріледі. Егер ТТГ-ның төмендеуі және БОСТ4-3 төмендеуі байқалатын болса, ол кезде гипофиздің МРТ-ға жолдама беріледі. Енді еміне тоқталсақ, ем әрбір науқасқа гормонның деңгейіне және пульстің жиілігіне қарап тағайындалынады. Левотироксин натрий тағайындалынады. Гормонның деңгейі бірінші рет 6 аптада бір рет, содан кейін 3 айда бір рет тексеріліп отырады. Егер ем эффективті болған жағдайда гормондардың деңгейі қалыпты болады.